Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Бекзат. Бүгін мен Brawl Stars ойнайтын боламын. Бүгін сіздерге менде бар бүкіл боецтың ульталарын кімдікі мықты екенін айтатын боламын. Достар, біз ең бірінші легалардан бастаймыз. Мысалы, сіздер комментке жазып кетіңіздер, ең қатты ұнайтын ультасы кімнің ультасы екенін. Достар, қараңыздар, бұл сендің ультасы өте қатты әдемі, бірақ урон кетірмейді өзінің ультасы. Ал кеттік келесі легаға. Ал достар, міне Спайктың да ультасына келдік. Ал Спайктың ультасы ол барлығын қосқанда 2000. Достар, мен кешіріңіздер, Спайк болмағаны білет атып қойған едім. Ал келесі легаға кеттік. Бұның ультасы өте қатты әдемі, бірақ бір жаман атып адам қашып барысқанда ультасын атып тоқтатып тастауға болады. Кеттік келесі легаға. Ал достар, міне Варонның да ультасына келдік. Қараңыздар достар, мына Варонның ультасы бір атқанда, бір ультасын басқанда 8500 урон кетіреді. Қателеспесем. Қараңыздар достар, ол өте қатты әдемі боец. 9000 урон кетіреді десек те болады. Достар, осылай тез осылай ультасын басып ультасын атып, осылай сразу робот жарып тастауға болады. Ал кеттік келесі легаға. Ал достар, Леонның ультасына да келдік. Қараңыздар достар, осы Леонның ультасымен көрінбей кетуге болады. Wi-Fi. Ой, достар, сотқа қойып қалды. Кешіріңіздер, біраз күте тұрыңыздар. Міне болды. Достар, міне қараңыздар, осы Леонның ультасымен болады. Күте тұрыңыздар. Ой-ой-ой. Сутқаға не болды? Достар, көрсетемін сіздерге. Сотқа құма. Болды. Міне, Леонның ультасы осы. Басында көрінбей тұрған адамға бүйтіп барып, атып тастайды. Ал кеттік басқа боецтың ультасына. Достар, біз міне енді мистер Пи, мифический боец, мифик боец қой бұл, мифик. Мистер Пидің ультасы қандай? Мистер Пидің ультасы сияқты Пенниді қоқса, Джессиді қоқсаған атады. Міне достар, осы. Ал келесі боецке кеттік. Макс. Макс. Ал достар, Макстың ультасы ол қатты жүгіретін ульта, оныкі. Қастерге көрсетемін. О да бір жақсы 4 перезарядка болады. 4-еуін сразу атып. Мә достар, Макс жақсар кетті. Бұрында 250-ден кетіп, 300 болып кетіпті. Достар, қараңыздар, Макстың ультасы мынандай.
мысалға адамнан асықтыңыз алғанда бүйтіп қашып кетесіздер. Осылай тезден қашып кетесіздер, бірақ менікі тезден өте қатты істемейді. Сіздердің сотқаларыңызды етпейді. Сіздерге қатты жүретін шығар. Ал достар, міне келдік. Басқа байтсіздерге де келдік. Джин. Ал мына Джиннің ультасы өте топ ульта. Адам асық қашып бара жатқан адамды немесе өзін қуып келе жатқан болды қасына Шелли жүргенде Шелли тартып әкетіп өзі қашып кетуге де болады. Бір жағынан мықтыдан ғана кетеді, бірақ силасын көтеріп. Міне достар, осылай тартып әкетеді. Осылай тартып әкете алады. Осы Джиннің ультасы. Тара. Ал достар, Тара 666 ең жаман боец деп айта алмаймын, бірақ ол әдемі мықты боец, бірақ бұл бір көздің түсінетін шығарсыздар. Міне достар, қараңыздар, ультасын атқанда Ниндзя Тара деген соткам қатқалды. Ниндзя Тара деген Тараның ниндзя деген скин болады. Ультасын атқанда бір көзді асатын болады. Ол бір жаман белгі. Оған ешқашан бағынбаңыздар. Ол жаман белгі. Ультасы міне достар осы. Саған міне қарсыларды көрсін. Міне достар, қараңыздар, екеуін бір-бірін жақындастырып. Ал достар, бұның пассивкасы өте қатты әдемі. Екі пассивкасы бар. Біреуі көрінбейтін, біреуі шығарып келеді, сол өзіне қыпы қосады. Ал тағы біреудің қыпысын кетіреді. Міне осылай біреуді. Осылай. Міне достар, қарсыларды көрсететін боламын. Міне кейбір ютуберлер дәл бұлай істейді. Қазір 3 періздер айтқанды табылсын. Міне қазір, міне дәл осылай. Деп істейді. Ал достар, келесі боецке де келіп жеттік. Келесі боец Мортис. Бермін. Достар, сіздерге мифический боецтен ең қатты ұнайтын боец қайсысы, оны комментке жазып кетіңіздер. Ал маған ең қатты ұнайтыны Мортис. Ол ең мықты боец деп айта алмаймын, бірақ Броул болды. Ең мықты боец Броул болды. Достар, қараңыздар. Мысалға біз жаңадан туыламыз, одан кейін варат қатқылтына осылай қорқып қаламыз. Ал допты алдыға теуіп, осылай жетіп алуға болады. Достар, сіздерге осының Мортистің ультасын көрсететін болам. Достар, қараңыздар, оның ультасы қабырғадан өтіп кетеді. Ол жарғандықтан жібер қыпы қосады өзіне. Не осылай өзіне қыпы қосады. Ал келесі боецке де кеттік. Бүгін достар Wi-Fi қатылады. Келесі боец Беа. Достар, бұл Беа ең мықты боецтердің бірі. Өткен көп ютубер Беамен ойнайды. Кейде Беа спайкты өлтіріп кетті жатады. Осындай достар, ататын перезарядка сары болса, ол көп урон кетіреді деген сөз. Ал мынандай жай қоңыр болса, аз урон кетіреді деген сөз. Мысалы ютуберлер бүйтеді. 8 бит сондай ақырын қозғалатын боецтерге бүйтеді. Ультасын атады. Бұлай четке осылай. Өтін достар, Беаның ультасын түсінген шығарсыздар. Ол ультасы қатырып тастайды. Қараңыздар,
мен ана роботқа ультамды тигізетін боламын. Тимей қалды, прикинь. Қараңыздар, тиеді, бұл ортасына тиіп. Айттым ғой. Ой, қателеспесейші. Жүз қапысы қалды. Түсіндіңіздер деп ойлаймын. Бұл бияның ультасы. Ал енді Биби. Қараңыздар достар, мысалға осы байттар сөйлету үшін осылай мысалы байтты баса бересіздер, сол сөйлейді. Ой, неге сөйлемедің, брат? Брат емес, девочка. Қыз ғой, қыз бесен. Bubble Dribble. Достар, қараңыздар, бұл да өте мықты байет, Биби деген. Бұның ультасы сағыз, звачка атады. Қараңыздар, мына екеуін бірдей ұрам. Екі жаққа ұшырып жүреді. Мен достар, бірінші рет Brawl Stars ойнағанда мен таң қалғанмын. Мұны ақсаған атын білмеген, ол кезде осындай мықты байеттердің атын білмегенде, осы байетті білмейтінмін. Витамин ұратын байет деп айтатынмын осыны. Қараңыздар достарына роботты сразу өлтіреміз. Айтпақшы достар, жететін ульта кез келген жерге жете береді. Бұл кімнің Бибидің ультасы ең мықты ульталардың бірі, өйткені ең асқа жететін ульта бұл. Қалаған жеріңізге де жете береді ол. Не достар, қараңыздар, сенбесеңіздер. Міне. Қазір ана жақта. Ой, ё-моё. Болды. Міне достар, қараңыздар, ана жаққа дейін Биби деп ойлаймын, өткен бұрында жеткен. Әне, көрдіңіздер ғой, ультап тағы толып кетті. Ал келесі байыстың ультасына кеттік. Mr. Flay. Пэм, ego Пэм. Пэмнің ультасына да келіп жеттік. Пэмнің ультасы хпы қосады. Оны барлықтарыңыз білесіздер дегендей. Айтпақшы достар, менде бір большой ящик 8 не болған. Соны менің бауырым келді, ашып тастады. Ренжімеңіздер, міне хпым кетті. Қармақ қосатын болады. Шырма, қоса береді. Келесі байытыстың ультасына кеттік. Келесі байытыстың ультасы сверхредкий. Ал Эміздің ультасына келдік. Награда пути к славе. Солардың ультасын көрмедік. Соларды да көрсететін боламын. 33 байытыстың 33 көрсететін боламын. Ё-моё, сотка қуат. Сотка қуат солнамайды. Міне достар, қараңыздар. Кішкентай 15 шықсы бар роботтар тезірек өлтіретін боламын. Жоқ, осылай Wi-Fi қатқанда ақырын жүреді. Мен соткап сондай. Не?
Міне осылай бүкілін жарып тастаймыз, достар. Ал келесі боец. Брат, назад. О. Бәсе. Тек. Оны шығып кетпеш. Достар, сіздер ренжімеңіздер. Кімнің өлтірсін көрдік, менің соткам соткат. Менің соткам Samsung Galaxy J1 2016. Сіздер соткам көріңіздер, өте мықты соткам. Осы соткаға 6 жыл болды. Испытать етіп. Достар, Poco'ның ультасы қып береді. Соны білесіздер деген ойдамын. Міне, қараңыздар. Бір тупойлар қасыма келді осылай. Атылып, толып тұрса да. Қастер көрсетемін. Ультамы толтырып келейін, ан жақтан. Кеттік. Достар, қараңыздар. Мені бір аппас болғанда. Көрсетемін. Достар, міне осылай Poco қосады. Келесі боецке келдік. Келесі боец. Келесі боец 8 бит. 8 бит. Награда пути к славе қойылды. Достар, менде бірінші сила 8 бит. Бұның ультасын көрсететін боламын. Бұның ультасы. Қараңыздар. Саға. Міне, 320-дан кетіреді ғой, 420. Достар, қараңыздар. Болды. Қараңыздар, достар, 320-дан кетіреді ғой. Қаруаны 416-дан кетіретін болады. Әне, 416-дан кетіріп жатыр. Бұл өте әдемі. Қараңыздар. Бұл Роборукада ПМ-ге өте қажетті боец. Ал келесі боецтің өлкесіне кет. Нита. Әлі көп боец бар. Ал достар, осымен видеоны бірге болған Бекзат. Келесі видеоға 20 лайк жинасаңыздар шығады. Кеттік. Сау болыңыздар. Послушай. 19 минут per секунд.